Алтыншы сынып жібек жолы. Сығанақ-та Қыпшақтың ежелгі қаласы. Тұман жазбалары дейтін көне шежіреде шаһар 10 ғасырда Сунақ деп аталыпты. Бұл суын нақ, қоналқы деген ұғымынан шыққан көрінеді. Бертін келе 11 ғасырда бұл қала туралы кезбелер көбірек жазады. Махмұд Қашғаридің түркі тілдерінің сөздігі деген еңбегінде Сұғанақ ғұздар еліндегі қала деген түсініктеме бар. Кейіннен өзі білетін араб тарихшылары сол Сұғанақ пен Отырарды салыстыра дәріптейтін шығарды. Расында, Сығанақ олардың ұғымынша Қос өзенінің арғы жағындағы Мауреннахр елдің тағдырын білдіріп тұратын бірден-бір темірқазық жұлдызы іспетті еді. Шаһарды елшілер мен жазушылар Дәшті Қыпшақтың екінші шаңырағы Ұлы Жібек жолының алтын қақпасы деп санады. Сығанақ также является древним городом кипчаков. Город назывался Сунак в X веке в древней летописи под названием «Туманские записи». Похоже, оно произошло от понятия «водный наг» – гостиница. Еще в XI веке странники пишут об этом городе. В труде Махмуда Кашгари «Словарь тюркских языков» есть комментарий: Суганак – город в стране гузов. Позже арабские историки сравнивали, прославляли Суганак и Отрар. Фактически Сығанақ, по их мнению, был как бы единственной звездой железного кола, олицетворяющей судьбу страны за рекой Кос, Мауреннахр. После послы и писатели считали город вторым домом Дешты Қыпшака, золотыми воротами Великого Шелкового пути.